Жазда сүйіп жейтін көкөністердің бірі ол қияр. Қияр адам ағзасы үшін өте пайдалы. Оның құрамында В1, В2, В3, В5, В6 С дәрумендерімен қатар фолий қышқылы, кальций, темір, магний, фосфор, калий мен мырыш микроэлементтері кездеседі. Қиярдың 95% судан тұрады, ал мұның құрамындағы су тірі су болып табылады. Құрамындағы осы заттардың арқасында ерекше қасиеттерге ие қияр көкөнісі адам ағзасына көп пайдасын тигізеді. Қиярды бүкіл әлем жейді. Бір қызығы, Иранда оны десерт ретінде қолданады екен. Қияр адам ағзасын шлак пен зиянды заттардан тазартып, ағзаны дәрумендер мен минералды заттар қорымен толықтырады. Себебі құрамында көптеген пайдалы элементтер бар. Сонымен қатар, қиярдың дәрілік қасиеттері адамға ежелгі заманнан белгілі. Терінің күйген немесе зақымдалған жерін қиярды қою арқылы емдеуге болады және косметика саласында да үлкен орын алады. Ол көптеген теріні ағартатын кремдердің құрамында кездеседі. Қияр әр дастарханның сәнін келтіретін көкөніс. Қиярды табиғи күйінде немесе тұздап тағамдарға пайдаланады. Ал енді біз тұтынып жүрген қиярдың қандай пайдасы бар? Соған тоқталайық. Қияр ағзадағы улы керексіз заттарды шығарады, шаршағанды басады, көптеген аурулардың алдын алады, ауыздағы жаман иісті кетіреді, бас ауруынан құтылуға болады, шиеліс пен қалжырағандықты кетіруге болады екен. Яғни, осы аталғандардың барлығын қияр жеу арқылы бойымыздан шығарып тастай алады екенбіз. Қияр қатерлі ісік дертінің пайда болу қаупін төмендетеді. Сонымен қатар, қанның құрамындағы холестерин деңгейі мен қан қысымының бір қалыпты болуын реттейді. Қиярдың тағы бір ерекше қасиеті ағзаға артық майдың жиналуын болдырмайды. Себебі мұның құрамында болатын тартрон қышқылы майды ерітеді. Сондықтан да артық салмақтан арылғысы келетін жандар үшін ең тиімді көкөніс болып табылады. Сонымен қатар, бұл оңай, нәтижелі әрі пайдалы және зиянсыз екенін ұмытпаңыз. Алайда, арықтау үшін қияр диетасын бір апта ғана ұстау жеткілікті. Мамандардың айтуынша, қиярды күнделікті рационға қосқан адамның ағзасы қатерлі ісіктен аман болатын көрінеді. Ендеше, мамандар айтып жүрген қиярды күнде жеудің 5 құпиясымен бөлісемін. Бірінші, ағзаға ылғал береді. Адам ағзасына судың аса қажет екенін айтпасақ та түсінікті. Әсіресе, күн ыстық күндері ағзаға қатты шөлдейді. Ал қиярдың өзі 97% судан тұрады. Судың орнына қиярды жеп, ағзаға ылғалды еркін толтыруға болады. Оның үстіне қиярдағы микроэлементтер тері мен бет әлпетке ылғал мен нәр береді екен. Екінші, қатерлі ісіктің алдын алады. Қиярдың құрамындағы лигнан мен полифенол сынды заттар қатерлі ісіктің өсіп шығуына кедергі келтіретін антиоксидантты қасиеті бар заттар. Әсіресе, әйел адамда болатын қатерлі ісіктердің бетін қайтарады. Үшінші, сүйекті берік етеді. Қиярда К дәрумені мол. Бұл витамин кальцийдің ағзаға сіңуіне көмектеседі. Содан сүйек берік болмақ. К дәруменің тағы бір жақсы қасиеті қарт адамның миына жағымды әсер етеді. Мидың белсенді болуына көмектеседі. Төртінші, ағзаны тазалайды. Қияр ішекті тазалап, жұмысын жақсартуға көмектеседі. Қиярдың құрамындағы эрепсин ферменті ақуызды қорытуға септігі тиеді. Әсіресе етті қорытуға пайдалы деген сөз. Бесінші, күйзелісті жоқ қылады. Қияр В тобындағы дәрумендердің нағыз қоры. Бұл витамин адамның неврологиялық денсаулығына пайдалы. Психиканың дұрысталып, ой белсенділігін жақсартуға көмектеседі. Қиярдың өзі ғана емес, оның суы да пайдалы екен. Диетолог мамандар қияр қосылған судың адам ағзасына пайдасы шаш етектен дейді. Олар таңертең 1 стакан қияр қосылған су ішсеңіз, мұны 6 түрлі аурудың алдын алатыныңызға кепілдік береді. Олар саулығыңызды жақсартады. Қияр қосылған су
қан қысымын реттейді. Оның құрамында калий, магний, натрий элементтері инсульт, жүрек талмасы, бүйрек ауруларын алдын алады. Екінші, тәбетті болдырмайды. Егер сіз таңертең аш қарынға 1 стакан қияр қосылған су ішетін болсаңыз, онда қарныңыздың ашқанын сезе қоймайсыз. Әсіресе артық салмақпен күресіп жүретіндерге таптырмайтын әдіс. Үшінші, теріні тазалайды. Сіз қияр қосылған су ішуді әдетке айналдыратын болсаңыз, онда теріңіздің саулығы жақсарады әрі жасарады, тегістеліп ылғалданады. Мұндай қасиетке құрамында кремний элементінің арқасында қол жеткізесіз. Төртінші, ағзаны ылғалдандырады. Қияр қосылған су тәнді де жанды да емдейді. Теріні ғана емес, ағзаңыз да нәрлендіріп ылғалдандырады. Сонымен қатар, жүрек қан тамыр ауруларынан қорғайды, әрі улы заттардан тазартады. Бесінші, дәруменмен байытады. Қияр адам ағзасына қажетті минералдар мен дәрумендердің қайнар көзі. Әсіресе А және С дәруменіне өте бай. Аталған пайдалы заттар ағзаға тез еніп, оңай қорытылады. Алтыншы, ағзаны уланудан қорғайды. Ағзаға уланған жағдайда 1 стакан қияр қосылған су ішсеңіз, 2-3 минутта-ақ керемет нәтижесін көресіз. Сондай-ақ бүкіл ағзаны шлактан, улы заттан тазалайды, әрі денсаулықтың жалпы жағдайын жақсартады. Ендеше саулығымызға да, сұлулығымызға да пайдасы мол қияр қосылған су ішуді әдетке айналдырайық. Ақпарат пайдалы болса, керек екен арнасына тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.